Джон Кехо, түйсігіңмен ойлай біл. Джон Кехо нөлден бастап ерекше тәсілдермен өзін-өзі қолдан жасаған адам. Ол әуелі Британ колониясының алыс провинциясына орман ішіне кетіп, сонда 3 жыл өмір сүрген. Онда Джон Кехо қандай жағдай болмасын, аман қалу мүмкін екеніне көз жеткізді. Жеке жүріп, Джон Кехо медитациямен айналысты, қоршаған табиғаттың заңдылықтарына үңілді. Ол қаланың асығыс-үсігіс өмірінен және әлеуметтік ережелерден ұзақта, мидың жұмысы мен оның әлеуетін толыққанды пайдалану мүмкіндігін зерттеуді мақсат тұтты. Түрлі ғылыми және рухани дереккөздерден ақпарат жинап, және өзінің жеке бақылауы мен тәжірибесін пайдаланып, Кехо өзінің мидың күшін дамыту бағдарламасын ойлап тапты. 1 бөлім. Шынайы өмірге өзге көзқарас. Горацио достым, дүниеде біздің даналарымыздың түсіне кірмеген көп деген нәрселер бар. Шекспир. Ми күшін пайдалану үшін міндетті түрде физика заңдарын білу, немесе шынайы өмірдің негізін түсіну қажет емес. Себебі сізге автокөлік жүргізу үшін карбюратор құрылғысын, немесе от алдыру жүйесін білу қажет емес қой. Санаулы адам ғана автокөлікті жақсы біледі. Бірақ бұл басқа адамдарға оны жүргізуге кедергі келтірмейді. Ми күші де сол сияқты. Кез келген адам осы жүйенің негізін үйрене алады, және оны күнделікті өмірде сәтті пайдалана алады. Біз шынайы өмір негізін және соңғы 20 жыл ішінде таңғалдыратын жаңалықтарды зерттеуден бастаймыз. Олар мидың өз шынайы өмірін қалай жасайтынын түсінуге көмектеседі. Көзге елестету мен ойша көрудің тек қана арман емес, шығармашылық процесс екенін түсіндіреді. Ал олар өз кезегінде адамға заттарды біріктіру, сұйықтыққа айналдыру, тұқымның бөртіп, дәннің өсуін жүзеге асыратын энергия ағынын бақылауға және бағыттауға көмектеседі. Бұл энергия ағынының негізін түсініп, сіз ми негізін түсінуге келесіз, және шабыт, Құдайға жалбарыну және ішкі дауыс табиғаттан тыс нәрсе емес. Олар адам үшін ашық және адам қолдана алатын заңдарға бағынатын көресіз. Адамға кеңінен танымал әлемдегі заттар сияқты ми күші де заңдарға бағынады. Бұл заңдарды ғылыми терминологиядан азат етіп, қолжетімді түрде ұсынсақ, әркім түсіне алады. Осындай қызықты дүниемен сіздерді таныстыруға рұқсат етіңіз. Қазіргі таңдағы физика әлемді шексіз бөлінбес динамикалық белсенді желі ретінде қарастырады. Ол өмір сүріп, тұрақты түрде дамып қана қоймай, бір-біріне әсер етеді. Бірінші деңгейде әлем бір тұтас, бөлінбес, әр затты және әр әрекетті жарып өтетін шексіз энергия теңізі сияқты. Ол бір тұтас. Бір сөзбен айтсақ, қазіргі таңдағы ғалымдардың айтуынша, 1000 жылдықтар бұрын мистиктер, көріпкелдер мен оккулистердің айтқандай, біз бөлек элементтер емеспіз, үлкен бір тұтастықтың бөлшегіміз. Бір тал шөпті жұлғанда барлық әлем дірілдейді. Упанишададан алынған ой. Қазіргі таңдағы физика материалды өмірге деген біздің көзқарасымызды өзгертті. Бүгінгі таңда бөлшектер негізгі заттан тұрады деген көзқарасты ешкім түсінбейді. Олар энергия жиынтығы. Олар аяқ астынан орын ауыстырылуы мүмкін. Оны кванттық секіріс деп атайды. Бір жағдайда тұтас жиынтық ретінде, екінші жағдайда таза энергия толқындар ретінде алға шығады. Өмір өзгерісте, тұрақты ештеңе жоқ, барлығы үзіліссіз қозғалыстағы модель бөлшегі болып саналады. Таудың өзі де бұл қатты энергия бейіннің нәтижесі, әлем тірі және динамикалық қозғалыста болады. Және біз де әлемнің бөлшегі болғандықтан тіріміз, әрі динамикалық қозғалыстамыз. Әлем бұл алып голограмма. 1947 жылы Денис Гарбар голографиялық әсер теориясын негізін қалады. Кейін ашқан жаңалық үшін Нобель сыйлығын иеленді. Голограмма дегеніміз бұл тұтастықты құрайтын бөлшектердің әр қайсысында осы тұтастықтың өмір сүруі. Мысалы, теңіз жұлдызы өзіндік голографиялық әсерге ие. Егер де оның бір бөлшегін кесіп тастасаң, ол қайтадан өсіп шығады. Сонымен қатар кесіп тасталған бөлшектен жаңа теңіз жұлдызы өсіп шығуы мүмкін, себебі оның генетикалық коды әр бөлшегінде бар. Мен бірнеше жыл бұрын көрмеде голографиялық әсерді пайдаланған фотосуреттерді көргем. Солардың бірінде тік тұрған
әйел бейнелесі бейнеленген. Суретке оң жағынан қарасаңыз, сіз басқа суретті көресіз. Әйел темекі шегіп тұрады. Егер де сол жағынан қарасаңыз, сурет өзгеше бейнеге енеді. Әйел еркелеген позада бейнеленеді. Егер де кенеттен бұл сурет жерге құлап, ұсақталып сынса, сіз ойлағандай әр сынықта әйелдің аяқ киімі немесе көйлегі болмайды. Керісінше әр сынықта әйелдің толыққанды бейнесін көресіз. Кез келген сынықты жан жағынан қарасаңыз, суреттің қалай өзгеретінін байқайсыз. Бірде әйел темекі шегіп тұрса, екіншісінде әйел еліктіретін позада тұрады. Әр сынықта толыққанды суретті көре аласыз. Қазіргі таңда шынайы өмір өзінің негізінде голограмма және ми жұмысы да голографиялық әсерге негізделген деген көзқарас бар. Біздің ойлау қалпымыз бен әлемнің төменгі даму деңгейі арасында көптеген ортақтастық бар және сол заттың өзінен тұрады. Ми бұл голографиялық әлемді бейнелейтін голограмма. Осы таңғажайып идея авторлары Лондон университетінің физигі, Эйнштейннің шәкірті Дэвид Бом және жаһандық кванттық физика ғылымының қайраткері әрі Стэнфорд университетінің нейрофизиологы Карл Прайбрам саналады. Олар өз жаңалықтарын бір-біріне тәуелсіз түрлі ғылым саласында жұмыс істеу барысында ашқан. Бом кванттық физиканың құбылыстары мен процестерін дәстүрлі теория арқылы түсіндіру барысында бірнеше рет сәтсіздікке ұшырап, әлем голографиялық табиғат деген шешімге келеді. Прайбрам адам миын зерттеу барысында дәстүрлі теориялар оның көптеген құпияларын шеше алмайтынына көз жетті. Екі ғалым үшін де голографиялық модель мағынаға толы болып, бұған дейін жауапсыз қалған сұрақтардың жауабына айналады. Олар өз жаңалықтарын 20 ғасырдың 70 жылдарының басында жариялайды. Ғылыми орта олардың жаңалықтарына үн қатты, бірақ өкінішке орай, ғылыми ортадан тысқары бұл жаңалық кең танымалдылыққа ие бола алмаған. Кейбіреулер оларға күмәнмен қарады. Қай ғылыми теория болса да бұл жағдайды басынан кешірген шығар, бірақ жаһанның алдыңғы қатарлы ғалымдары олардың жақтастарына айналған. Кембридждік ғалым 1973 жылы физикадан Нобель сыйлығының лауреаты атанған Брайан Джозефсон Бом-Прайбрам теориясын шынайы өмірдің негізін түсінудегі озық ой деп атады. Материя мен ми арасындағы көпір кітабының авторы, біздің ойлау процестеріміз көпшіліктің болжауына қарағанда физикалық дүниемен тығыз байланысты деген теорияны ұстанушы, Канада Корольдігі университетінің ғалым физигі доктор Давид Питта осы теорияға келісім білдіреді. 1979 жылы Принстон университетінің техникалық және қолданбалы ғылым мектебінің деканы Роберт Джан материалы шынайылықты анықтаудағы сананың рөлі атты зерттеу бағдарламасын әзірлейді. Джан және оның көмекшілері бірнеше тәжірибе жасап, өз жаңалықтарын жариялады. Ми тікелей түрде әсер етеді және материалды шынайылыққа әсер етеді деп айтуға барлық негіз бар деген ой түйеді. 1994 жылы жаһанның алдыңғы қатарлы ғалымдары мен педагогтары осы теорияны әрі қарай қалай дамытуға болатынын және белгілі бір ғылым саласында тәжірибеде қалай қолдану мүмкін екенін талқылау үшін Принстон университетіне жиналады. Бұл жаңалық ерекше, сондықтан да оның нәтижесін тәжірибеде қолдану үрдісі көптеген күмәнмен және күдікпен байланыстырылып келеді. Бүгінгі таңда материалды өмір мен сананың қарым-қатынасы таңғажайып құбылыс болып саналмайды. Сана бұл энергия. Энергияның аса нәзік және динамикалық формасы. Бұл біздің қиялдарымыз бен ойлау образдарымыздың, армандарымыз бен қорқыныштарымыздың шынайы оқиғаға не себепті әсер ететінін түсінуге көмек беріп, мидың жасаған образдары қалай шынайылыққа айналатынын түсіндіреді. Шынайы өмірдің негізіне қатысты осындай жаңалықтар болашақта біздің жан-жақты дамуымызға серпін беретін күш болуы мүмкін. Адам өзінің ашық және динамикалық әлемнің бір бөлшегі екенін сезініп, оның миы шынайы өмірді жасауда шешуші роль атқаратынын түсініп, ол өмірге деген белсенді және шығармашыл әдісті дамыта алады. Енді оған болып жатқан оқиғаға шетте тұрып қарау керек емес. Себебі ашылған жаңалықтар бойынша шет жоқ және ешқашан болған емес. Барлығы өзара әсер етуге негізделген. Қайда барсақ та, не жасасақ та, біздің ойларымыз бізді қоршаған шынайы өмірді жасайды.
Жаңа теорияны ашу шыңға өрмелеу сияқты. Себебі сіздің алдыңызда жаңа әрі кең көрініс ашылады деген Эйнштейн. Түйсігіңмен ойлай біл, 2 бөлім. Аталмыш кітапты оқу барысында сіз осындай жағдайға тап боласыз. Көп уақыт өтпей, сіз өзіңіздің нақты мүмкіндіктеріңізді ашқан сәтте, сіздің ойша өрлеуіңіз сыйақыға ие болады. Сіздің әр ойыңыз аспанда жалындаған үлкен әріптермен жазылып, әр адамға көрінеді деп ойлаңыз. Ол солай болады. Мирдат кітабы. Өз ойыңызды шынайылық ретінде қабылдау, оның материалды өмірмен қатар өмір сүруін мойындау арқылы, сіз осы 2 құбылыстың бірге байланысын түсінуге жақындадыңыз. Біз бір уақытта 2 әлемде, 2 шынайылықта өмір сүреміз. Біздің шынайы ойларымыздың, сезімдеріміз бен көзқарастарымыздың ішінде және сыртқы шынайы өмірде, яғни адамдар, оқиғалар, заттар арасында. Ішкі және сыртқы дүниені ажырата алмай, сыртқы дүниенің біздің өмірімізге үстемдік жүргізуіне мүмкіндік беріп, ішкі дүние бізбен болып жатқан оқиғаларды көрсететін айна ретінде ие болады. Біздің ішкі дүниеміз өте сезімтал. Сыртқы әсерге үн қату арқылы біз қандай күшке ие екенімізді түсінуге мүмкіндігіміз жоқ. Адам өзі өмір сүретін шынайы өмірге назар аударудан бас тартқан сағат пен минутта ғана осы шынайы өмірді өзгерте алады. Ішкі сана. Бұл әсері біздің өміріміздің әр аспектісінде сезілетін мықты күш. Сонымен қатар, ол сіздің негізіңіздің басты әрі маңызды бөлшегі болғандықтан, сіздің сәттіліктеріңіз бен сәтсіздіктеріңіз осы ішкі санаға байланысты болып келеді. Барлық зат өз негізінде энергия болып саналады. Ойлау негізінде біз үлкен көлемде шапшаң, жеңіл әрі қозғалмалы формадағы энергияны пайдаланамыз. Бұл ойлау формасы. Ой әр уақытта белгілі бір форманы иеленгісі келеді, сыртта өзінің бейнесін көрсетуге тырысады. Өзінің физикалық баламасы ретінде материалды өмірге айналумен ұмтылу оның табиғатының негізінде бар. Адамның қарапайым ойлары оттың шоқтары сияқты. Шоқтың әлеуетімен негізін иеленіп, олар тез арада ғайып болады. Бірнеше секунд қана өмір сүріп, олар жоғары көтеріліп өшіп қалады. Бір рет санаға келген ой үлкен күшті иеленбейді. Бірақ осы ойды бірнеше рет қайталап, назарыңызды жинақтауға, бағыттауға және оның күшін арттыруға болады. Әлсіз және шашыраңқы ойлар. Әлсіз және шашыраңқы күштер, күшті және жинақталған ойлар, күшті және жинақталған күш болып табылады. Мұны түсіну үшін бірнеше күн сәулесі өтетін, үлкейтетін шыныны елестетіңіз. Егер де шыныны жан-жаққа бұрып, қозғалта берсеңіз, онда күн сәулесінің шуақтары шашырап көрінбей қалады. Ал егер де сіз осы шыныны белгілі бір биіктікте бекітсеңіз, онда жаңағы шашыраңқы күн сәулелері жинақталып, отты тұтататын күшке ие болады. Біздің ойларымызда осындай жағдайға тап болады. Ми күшін зерттеу деңгейіне сай, сіз өз ойларыңыздың әлеуетін жоғарылатып, оларды жан-жақты дамытасыз әрі жинақтай аласыз. Осы кезеңде сіз мынаны түсінуіңіз керек. Ойлар өзіндік күшке ие болады. Сіздің ұстанатын көзқарасыңыз, қорқыныштарыңыз, үміттеріңіз, қамқорлығыңыз, ұстанымдарыңыз, армандарыңыз және әр ойыңыз сіздің өзіңізге, қоршаған ортаңызға және сіздің айналаңызға әсер етеді. Көптеген адамдар таңертең тұрған сәтте өз ойларына мән бермейді. Мидың қалай жұмыс жасайтынын, нені қалайтынын, неден қорқатынын, өзіне не айтып жатқанын, нені керексіз деп ойлайтынын елемейді. Біз күнделікті өмірде тамақ жейміз, жұмыс жасаймыз, араласамыз, қобалжимыз, үміттенеміз, жоспар құрамыз, сүйіктілерімізбен бірге боламыз, сауда жасаймыз, ойнаймыз. Бірақ осы сәтте өз ойларымызға өте аз назар аударамыз. Егер де әр ойымыз үшін оның мазмұнына сай $1 берсек, немесе $1 алсақ, мүмкін біз өзіміздің ойлау процестерімізге баса назар аударар едік. Күн сайын біздің ойымызда мыңдаған ойлардың пайда болатынын ескерсек, бұл ұсыныс қызықты болып көрінеді. Бухгалтерияны ойлаңызшы, мысалы, сіздің ойларыңызды есепке алып, және оның қайсысы сізге пайда келгенін, ал қайсысы шығын әкелгенін есептеп отырған жағдайда, барлық адамзат шығын әкелетін ойлардан аулақ болып, пайдаға кенелтетін өз ойларын мейлінше аса бір құлшыныспен бақылауда ұстап, бағыттап отырар еді ғой.
Айтқандай, біз осы жағдайды басымыздан өткереміз, бірақ доллар орны энергия алға шығады. Яғни кең есепке алу жүйесі жұмыс жасайды. Ол әлем деп аталады, және оның тарапынан бірде-бір ой назардан тыс қалмайды. Адамның жан дүниесі жансыз кірпіш пен тас үйіндісі емес. Сіздің әр ойыңыз осы жүйеде көрініс тауып, оған әсер етеді. Сіз қалайсыз ба, жоқ ба, бірақ ойлау процесі кезінде сіз өзіңіздің шынайы өміріңізді жасайсыз. Бір таңғаларлығы, жаңа өмірдің бірінші қадамы жеңіл болып келеді. Тек қана өз ойыңыздың бағытын қадағалап, оларды тиісінше бағыттап отыру керек. Әр адам өз өмірін өзі жасайды, сондықтан да өзіңіздің өмір сүру салтыңызға сыни тұрғыдан қараңыз. Сіз қаржылай гүлдену туралы айтасыз, бірақ әр уақытта ақшаның жоқтығына және қымбатшылыққа наразылық білдіресіз. Сіз өзіңізде жоқ нәрсеге баса назар аударып, келген шоттан қорқып, осы жағдайдан қалай шықсам екен деп алаңдаушылық білдіріп отырасыз. Сіз қаржылай қажеттілікке ұмтыласыз, бірақ сіздің санаңыз ақшаның жоқтығы мен алаңдаушылыққа бағытталған. Сондықтан да сіз ешқашан сол жеткіліктілікке қол жеткізбейсіз. Мүмкін сізді қызықтыратын әрі болашағы бар, өзіңіздің шығармашылық әлеуетіңізді дамытуға мүмкіндік беретін, сонымен қатар қомақты қаржы таба алатын жаңа жұмысқа орналасу керек шығар. Егерде әрдайым өзіңізге осындай жұмыс жоқ, және оны табу мүмкін емес деп айта берсеңіз, әрине, бұндай көзқараспен сіз ол жұмысқа ешқашан қол жеткізбейсіз. Әлде сіз тез тіл табысатын, өзіне сенімді, емін-еркін болғыңыз келетін шығар. Бірақ сіз әрдайым өзіңіздің ебедейсіз және ой бөлісе алмайтыныңыз туралы ойласаңыз, қайта-қайта өзіңіздің кемшіліктеріңіз бен проблемаларыңызды есіңізге сала берсеңіз, әрине сіз еш нәрсеге қол жеткізбейсіз. Нәтижесінде сіз өзіңіз қалаған тұлғаға айналуыңыз екіталай. Сіз өзіңіздің мықты әрі сенімді болуыңызды армандай аласыз, бірақ егер де сіздің санаңызда әлсіз адам бейнесі орын алған жағдайда, сіз болашақта өзіне сенімді тұлға болу үмітімен өз жан дүниеңізді алдап қана өмір сүресіз. Бір сөзбен айтқанда, тек армандаумен ғана іс өзінің оңтайлы шешімін таппайды. Бір нәрсе өзгереді деп үміттеніп отыру еш нәтиже бермейді. Егер де қауырт жұмыс жасап, 12-15 сағат жұмыстан бас алмасаңыз да, бұл жеткіліксіз болып саналады. Бәрі орнынан қозғалу үшін өзіңіздің ойлау образыңызды өзгерту керек. Бұл аса маңызды шарттардың бірі болып саналады. Ауқатты адам ауқатты бала түседі, ал қолында түгі жоқ адам қолындағы барынан да айырылады. Мен осы нақыл сөзді алғаш оқығанда ол маған әділетсіз болып көрінген еді. Бұл әділдікке жата ма? Егерде ауқатты адамның байлығы арта түссе, қолында түгі жоқ адам бар нәрсесінен де айырылса, бұл дұрыс па? Бір қарағанда бұл нақыл сөз абсолютті түрде дұрыс емес. Егерде қолында түгі жоқ адам көбірек алса, онда әділеттілікке жақын болар еді. Бірақ қасиетті жазбалардан басқаша жазылған. Інжіл бойынша әлем осылай қалыптасқан. Көп толғаныстардан кейін мен бұл нақыл сөз терең мағынаға ие деген шешімге келдім. Шындығында әр адамға өз ойларын таңдау мүмкіндігін беруден басқа әділетті не бар? Оның ойларынан оны қоршайтын шынайы өмір жасалады. Нәтижесінде әр адамда өз өмірінің сапасын өзі анықтау еркіндігі бар. Сіз жағдайды өзгерткіңіз келе ме? Бұл үшін өз бойыңызда қажетті сана түрін дамытыңыз. Сәтті адам санасы әрдайым сәттілікке бағытталған санаға ие болып келеді. Ауқатты адамның санасы байлыққа бағытталған. Оның ойлары ауқаттылыққа, сәттілікке және материалды әл-ауқатқа арналған. Бұл оның ойлау образы. Сіз оған айтуыңыз мүмкін: жақсы, сәтті адам болсам, табыс туралы ойлау оңай, бай адамға әл-ауқат туралы ойлау қиынға соқпайды. Алайда менің жағдайым басқа. Мен сәтсіздікке ұшыраған адаммын. Мен кедеймін. Өмірлік жағдайлар мені үнемі артқа тартады. Дұрыс емес. Түбегейлі дұрыс емес. Сізге өмірлік жағдайлар мен қалыптасқан оқиғалар кедергі келтірмейді. Сізге кедергі келтіріп, арманыңызға жетуге бөгет болатын жалғыз ғана нәрсе бұл сіздің ойларыңыз.
күш-жүгер мен тәжірибе арқасында сіз өз ойларыңызды басқарып, қажетті сана түрін жасай аласыз. Сізді қоршаған шынайы өмір сіз сананың жаңа түрін жасаған сәттен бастап өзгереді. Бұдан ерте өзгеріске ешқашан ұшырамайды. Жаңа сана алда жүру керек. Сіз өмірде не қалайтыныңызды шештіңіз бе? Денсаулық па? Онда денсаулық санасын дамытыңыз. Билік пе? Билік санасын дамытыңыз. Әлде материалдық әл-ауқат па? Әл-ауқатқа бағытталған сананы дамытыңыз. Бақыт па? Бақыт санасын дамытыңыз. Рухани дүниесі бай адам болғыңыз келе ма? Рухани сананы дамытуды қолға алыңыз. Барлығы әлеуетті мүмкіндік түрінде өмір сүреді. Сізден тек қана қажетті энергияны күш-қуатпен қамтамасыз ету талап етіледі. Нәтижесінде сіздің мақсатыңыз шынайылыққа айналады. Егер де сіз санаңызды энергиямен қуаттап отырсаңыз, онда бұрынғы және қазіргі өміріңіздегі жағдайлардан тәуелсіз, бұрын сіздің өміріңізде болған сәтсіздіктерге қарамастан сіздің өміріңіз өзгереді. Бұл қызықты мүмкіндік бәріне беріледі. Әр адам оны пайдалану немесе пайдаланбау мүмкіндігіне ие болып келеді. Бұл үшін көп ақшаның немесе бір ерекше дарынға ие болудың қажет жоқ. Сізден шамалы уақытыңызды арнауыңызды және тиісінше сананың түрін дамыту үшін қажетті күш-жүгеріңіз талап етіледі. Бар болған осы ғана. Қалғаны автоматты түрде жүзеге асады. Сіздің миыңыз бау-бақша сияқты. Сіз оны күте аласыз, немесе қараусыз қалдыруыңыз мүмкін. Сіз бағбансыз, және өз бақшаңызды гүлдендіру немесе қараусыз қалдыру өзіңіздің қолыңызда. Бірақ есіңізде ұстаңыз, сіз өз еңбегіңіздің немесе әрекетсіздігіңіздің нәтижесін иеленесіз. Ми сізді қоршаған өмірді қалыптастырады. Сіз осы тұжырымдамамен келісуіңіз немесе келіспеуіңіз мүмкін. Сіз осы ойды түсініп, миыңызды өзіңізге жұмыс жасата аласыз, немесе бәрін өз бетімен жіберіп, сіз әрдайым сәтсіздікке ұшырайтындай мидың жұмыс жасауына мүмкіндік бересіз. Бірақ сіз өмір сүріп жатқан шынайы өмір сіздің миыңызбен жасалады. Үшінші бөлім – көзге елестету немесе ойша көру. Визуализация. Менің миымда ойлар жоқ, бірақ ол дүниеге бірнеше түсінікті әкелетін күшке ие. Ральф Уолдо Эмерсон. Адам қалай жеңімпаз болады? Табысты адамдардың сәтсіз адамдардан айырмашылығы қандай? Барлығы менің басымда, дейді Арнольд Шварценеггер. Ол мультимиллионер, жылжымайтын мүлік нарығындағы табыскер магнат, киножұлдыз, культуризмнен айналысушы, әлем мистері атағын 5 рет иеленуші. Осының бәріне Арнольд Шварценеггер қол жеткізген. Бірақ әрдайым осылай болған жоқ қой. Қолында ештеңе болмаған сәттерде Арнольдтың жадында. Арнольд мына ойға сенімді болды. Ми оның барлық жоспарларын жүзеге асыратын кілт. Кішкентай бала кезімде мен ойша өзімнің қандай адам болғым келетінімді елестететінмін. Мен өз ойларымда ешқашан күмәнданған емеспін. Шын мәнінде ми бірегей болып келеді. Әлем мистері атағын маған алғаш рет бергенге дейін мен осы сайыста бірнеше рет өзімді жеңімпаз ретінде елестететінмін. Бас жүлде менікі болды. Мен ойша осы атақты бірнеше рет иеленгендіктен осылай болатынына күмәнданған жоқпын. Менің кинодағы жетістігіме қатысты да осындай жағдай. Мен өзімді көп ақша табатын, талантты актер ретінде көретін. Мен сәттілікті оның дәмін сезетін. Мен оның жүзеге асатынын білдім. Крис Поллайн фристайл бойынша әлемге кеңінен танымал. 1976 жыл мен 1982 жыл аралығында 6 рет Европа кубогын жеңіп алған атақ батыс герман тобының мүшесі болған. Оның айтуынша, біздің жаттығуларымыздың белгілі бір уақыты ми күшін нығайтуға бағытталған психологпен жұмыс жасауға арналған. Жаттығулардан кейін біз медитация жасайтынбыз. Психолог бізден әр бүктерден, әр трамплин мен бұрылыстан ойша өтуімізді өтінеді. Бұл ойша жаттығу кезінде біз шынайы жаттығу кезіндегідей қауырт жұмыс жасадық. Кез келген қызметтегідей спортта да толыққанды жетілу өз әрекетіңнің нақты ойша образын жасау қабілетімен тікелей байланысты. Өмірде ешқашан қайғырмайтын, қалжыңды түсіне білетін Брайан Эдвард өмірді сақтандырумен айналысады. Мен онымен дәріс оқу
айналымы кезінде танысқан ем. Содан бері біз жақсы достар деңгейіне жетіп қалдық. Ол күнде ұйықтар алдында ертеңгі күнін жасауға тиіс кездесулерді ойша елестетеді екен. Брайан әр клиентпен пікір алмасуда ойша суреттейді. Ол күннің сәтті өткенін елестетіп, оның нәтижесінде көптеген сақтандыру келісім шарттарын жасаған ойша бейнелейді. Брайан ұйықтар алдында және таңертең оянғанда 10 минут уақытын осылайша ойша елестетуге арнайды. Жалпы бір күнде 20 минут уақытын бөледі. Брайан Эдвардс көптеген сақтандыру агенттері жарты жылда жасайтын сақтандыру полистерін бір күн ішінде жасап, тұрақты түрде өз мамандығының ең озық 1% өкілдерінің қатарына кіреді. Крис өзінің не айтып отырғанын нақты біледі. Ол тек қана алтын медаль иегері емес, сонымен қатар бизнес және спорт бойынша қарқынды дамып келе жатқан консалтинг компаниясының басшысы. Компанияның мақсаты сондай әдістемені пайдалана отырып, қалай жеңіске жету керек екенін адамдарға түсіндіру. Аталған 3 адам түрлі мақсатқа ие және өмірлік болашақтары да әралуан, бірақ үшеуі де шынайы өмірді жасауға көмектесетін және оған белсенді түрде әсер ететін көзге елестету немесе ойша көру әдісін қолданған. Көзге елестету бұл ойша көру. Әлі басыңнан өтпеген жағдайда өзіңді көру. Адам өзі ұмтылғанға және өзіне қажеттіні иеленуші немесе өзіне керекті жасаушы ретінде елестетеді. Мысалы, сіз өзіңізге сенімділікті дамытқыңыз келеді, сіз қиялыңызды пайдалану арқылы өзіңізді өзіне сенімді адам ретінде елестетесіз. Ойыңызда батыл қадамдар жасап, түрлі адамдармен емін-еркін араласасыз. Сіз өзіңізге қиындық тудыратын жағдайды елестетесіз, бірақ бұл жағдайда өзіңізді емін-еркін, жеңіл әрі сәттілікке қол жеткізген адам ретінде суреттеңіз. Достарыңыз бен әріптестеріңіздің сізді қалай құттықтап, жылы ілтипат білдіріп жатқанын елестетуге де болады. Сіз өзіңізге сенімділік қасиетін дамытқаныңыз үшін және нәтижесінде болған өзгерістер үшін де мақтаныш пен қанағаттандырарлық сезімге иесіз. Ненің болуы мүмкін және сіз қандай жағдайға тап болатыныңызды елестетіп, осы жағдай шынайы өмірде болып жатқандай суреттей аласыз. Сәтті көзге елестету құпиялары. Бірінші, сіз неге қол жеткізгіңіз келеді? Соны шешіңіз. Емтихан тапсыру ма, жұмыста жоғарылау ма, біреумен танысу, көп ақша табу, скошта ұту. Екінші, өзіңізді еркін ұстаңыз. Бірнеше минутта барлық істі жинап қоя тұрыңыз, денеңіз бен жан дүниеңіз дем алсын. Үшінші, 5-10 минут аралығында өзіңіз қалайтын өмірді ойша елестетіңіз. Сіз кем дегенде ненің болу мүмкіндігін ойлағанша, сіз не жасап жатқаныңызды, немесе нені иеленіп жатқаныңызды ойша елестетіңіз. Өз ойларыңызда осының бәрі шынайы өмірде болып жатқандай өмір сүріңіз. Қысқа ғана ішкі видеофильм жасаңыз. Өмірде өзіңіздің жасағыңыз келген істі жасап жатқаныңызды елестетіңіз. Бір жағынан сіз осы жағдайдың әлі шындыққа жанаспайтынын түсінесіз, әлі шынайы өмірге айналмағанын білесіз. Бірақ біз өзіміз жиі ойлайтын, суреттейтін картиналар біздің мақсатымыздың плацдармына айналады, энергиямен толтырылған форма бейнесіне иеленеді. Бұл картиналар сізге жұмыс жасайтын шынайы күш. Көзге елестету кезінде өзіңізге қажетті қасиеттерді өз бойыңызда бар сияқты бейнелеңіз. Егер де сіздің ойша образыңызға талант, ерлік, байсалдылық және қайсарлық қажет болса, онда осы қасиеттерді міндетті түрде қосыңыз. Кей кездері сіз өзіңіздің мақсаттарыңызға жеткеніңізді көресіз, кинофильм қарап отырғандай, ал кей кездері сіздің мақсаттарыңыздың жалпы картинасы бейнеленеді. Мұның екеуі де жақсы. Нақты және еркін көзге елестетуді бір-бірімен алмастырып, 5 минуттан пайдалануға да болады, немесе өзіңізге ұнаған біреуін таңдап, бір бағытта жұмыс жасауға да болады. Көзге нақты елестету. Өмірде өзіңіз неге қол жеткізгіңіз келеді, соның нақты бейнесін, көрінісін ойша елестетіңіз. Алдын ала дайындалған сценарий бойынша бірнеше рет елестетіңіз. Сәтті көзге елестетудің 2 шарты бар. Бірінші, әрдайым өзіңіздің мақсаттарыңызды елестеткен жағдайда, бұның бәрі қазіргі сәтте болып жатқанда елестету керек. Оны өз санаңызда шынайылық ретінде көрсетіңіз, бөлшектен құралған образдар жасаңыз, рөлге кіріп, оны ойша ойнаңыз. Екінші, мақсатыңызды кем дегенде күніне 1 рет ойша елестетіңіз. Бір күнді де бос жібермеу керек. Қайталау білім алудың негізі.
Сіздің миыңызда пайда болып, сақталып қалған кез келген ой сіздің өміріңізге әсер етеді. Кеңінен танымал психолог Алан Ричардсонның тәжірибесі жайлы сіздерге баяндағым келеді. Бұл тәжірибе құжат жүзінде дәлелденген. Студенттердің баскетбол командасы 3 топқа бөлінді. Әр топтағы ойыншының нәтижесі анықталып есепке алынды. Бірінші топ ойыншылары күнделікті спорт алаңына келіп, допты беру тәсіліне жаттықты. Екінші топ ойыншылары мүлде жаттыққан жоқ, ал үшінші топ ойыншылары жаттығудың ерекше түрімен айналысқан. Олар спорт алаңына бармай, өз бөлмелерінде қалып, жаттығу процестерін ойша елестетумен айналысқан. Олар өздерінің доп соғып жатқандарын, елеулі шотпен алда келе жатқандарын елестетті. Үшінші топ ойыншылары бұл жаттығу түріне күніне жарты сағат арнап отырды. Ойша жаттығулар күнделікті жасалды. Бір айдан соң осы 3 топтың ойыншылары тексерістен қайта өтеді. Бірінші топ, яғни спорт алаңына күнделікті жаттығумен айналысқандар өз нәтижелерін 24%-ға жоғарылатты. Екінші топта, яғни жаттығумен айналыспағандарда еш өзгеріс болған жоқ. Ал үшінші топтың ойша жаттыққан ойыншылардың нәтижесі күнделікті спорт алаңында жаттыққан ойыншылардың нәтижесіндей болады. Демек, шығармашылық көзге елестету үлкен күшке ие, бірақ мұнда ешқандай да табиғаттан тыс күш жоқ. Ол сіздің ішкі тетік пен энергия жұмысына, сонымен қатар өзіңіздің ішкі ресурстарыңызды шығармашылық бағытқа бағыттауға негізделген. Елестетуді дұрыс пайдаланып, ұйымдастырған жағдайда ол адамның қарқынды мүмкіндіктерінің біріне айналады. Осы қабілеттілікті қазіргі сәттен бастап пайдалануды қолға алыңыз. Бұл құбылыстың арнайы жақтарын ойламаңыз, қобалжымаңыз, тек қана процеске сеніңіз. Ұсыныс сұранысты тудырады, сондықтан да қажетті нәтижені уақытылы аласыз. Сіз мақсатыңызға жету жолы мен тәсілін табатыныңызға күмән келтірмеңіз, табиғат өзіне қойылған талапты әрдайым орындайды. Көп жағдайда адамдар бірінші қадам жасамай-ақ барлық сұрақтар жауабын білгілері кеп тұрады. Біз алда болатын жағдайларды алдын ала және олардың барлық кезеңдерін білгіміз келеді. Өкінішке орай, бұл біздің қолымыздан келмейді. Кей кездері оқиға біз ойлағаннан ерекше бағытта дамуы да мүмкін. Актриса Кэрол Бернетт Лос-Анджелесте дүниеге келіп, әжесінің қолында тәрбиеленеді. Олар жәрдемақыға өмір сүріп, кедей болғандары соншалық, оның әжесі қоғамдық дәретханалардан дәретхана қағазын жинап жүреді. Әрине, оларда талантты қызды университетке оқуға жіберуге қаражат болған жоқ. Кэрол университетке оқуға түсуді армандайтын, және ол күндердің күнінде университетке оқуға түсетініне сенімді болды. Менің санамда мен университетке түсе алмаймын деген ой болған жоқ. Мен әрдайым өзімнің дәрістерге қалай барып жүргенімді, студенттер шағын қаласында өмір сүріп жатқанымды, өзіме қызықты пәндерді оқып жатқанымды қиялдайтын. Мен бұл жайында күнде ойлайтын. Менде университетке оқуға түсуге бірде-бір мүмкіндік болмаса да, мен студент атанатыныма күмәнданған жоқпын. Ол ақшаны қайдан алды? Мектепті аяқтап жатқан кездегі күндердің бірінде мен поштаға бардым. Пошта жәшігін ашқан соң маған арналған конвертті көрдім. Конвертте пошта маркасы болғанмен де пошта мөртаңбасы болған жоқ. Демек, бұл хатты пошта арқылы жіберген жоқ. Пошта жәшігіне сала салған. Конверт ішінде менің университетте 1 жылдық оқуыма арналған нақты сома болды. Конверт ішінде ақшадан басқа ешбір хат болған жоқ, тек қана ақша. Мен осы күнге дейін кім бұл ақшаны жіберген білмеймін. Өз ойларыңызды ашу арқылы сіз жаңа мүмкіндіктерді ашасыз. Әрине, егер сіз көзге елестетумен айналыссаңыз. Кэрол Бернеттпен болған жағдай сияқты, жолыңызда сізге өзіңіз қалаған сомамен конверт сұнған бейтаныс адамды міндетті түрде жолықтырасыз деп айтқым келмейді, бірақ сіз өз мақсатыңызды жүзеге асыра алатыныңызға уәде берем, бұған сенімді болыңыз. Сіздің ойларыңыз бен сіз ойлағаныңыздан да күштірек, ал әрбір ойша образ сіздің өміріңізге әсер ете алатын шынайы күш болып саналады. Адам осындай мүмкіндіктерге ие деген көзқарас қиялдаушылардың ойдан шығарған тұжырымы емес, олар біздің жан дүниемізде өзіміздің қалауымызбен пайдалана алатын тәжірибелік тетік ретінде өмір сүреді. 4-ші бөлім. Ойды қалыптастыру. Объект немесе мақсат ой түрінде қалыптасса, оның форма түрінде жүзеге асуы уақыт еншісінде. Көрегендік жүзеге асудың алдында жүреді. Лилиан Уайтинг. Егерде көзге елестету өзіңіздің видеофильміңіздің жасаумен ұқсас болса, онда ойды қалыптастыру дыбыстандыру сияқты. Тек қана картинаға сөздер орнына тиісті сезімді қосасыз. Мысалы,
Сізге өз фирмаңыздың қызметкерлеріне тұсаукесер рәсімін жасау керек. Осы іс-шараға менеджерлер мен басшылықтың қатысатынын есте ұстауыңыз қажет. Егер де осы іс-шараны ойдағыдай өткізсеңіз, онда сізге жұмысыңызда жоғарылауға мүмкіндік туады. Бұл тұсаукесерді ойдағыдай өткізу сіздің жұмысыңыз үшін өте маңызды. Сіз ойды қалыптастыру тәсілін қолдану туралы шешім қабылдайсыз. 5-10 минут ішінде ойды және сезімді қалыптастырып, тұсаукесерді жасадыңыз. Тұсаукесер өте сәтті өтті. Сіздің сөз сөйлеуіңіз баршаға оң әсер етті. Бәрі артта қалды. Сіз өте тамаша тұсаукесер жасадыңыз. Көзге елестетуге қарағанда, ойды қалыптастыруда сіз ең бірінші кезекте елестеткен қиялыңызды сезуге баса назар аударасыз. Осы жерде ойынға қиял кіріседі. Сәтті тұсаукесердің алған әсеріңіз қандай? Қандай сезімде болдыңыз? Қобалжу, қанат біту немесе тыныштық сезімі, мүмкін қатты жүйке дірілін сездіңіз бе? Сіздің сезіміңіз қандай болса да, оны ойша өзіңіз сезініп, өзіңіздің бойыңыз арқылы өткізіңіз. Өзіңіздің арманыңызға қол жеткізген сеніммен өмір сүріңіз. Барлығы сәтті ойдағыдай болуына ұмтылмаңыз. Тек қана мұны өткен факт ретінде санаңызда сақтаңыз. Мына ойды есіңізде ұстаңыз. Бәрі сәтті өтуге тиіс деп айтудың орнына, бәрі сәтті өтті деп айтыңыз. Бәрі артта қалды. Сіз қалағаныңызға қол жеткіздіңіз. Сондықтан да өз жеңісіңіздің нәтижесіне ләззаттаныңыз. Өзіңізді құттықтаңыз, қуаныштан секіріп айғайлаңыз. Мақсатыңызға жеткізген сезімді қайта-қайта өзіңіздің бойыңыздан өткізіңіз. Сонымен қатар, осы мақсатқа қалай жеткеніңіздің картинасына аса мән берудің қажеті жоқ. Әрине, осындай ойлар сіздің миыңызда пайда болуы әбден мүмкін. Жеткен жетістігіңіздің сіздің тәніңізге қалай әсер ететіні сізді қызықтыру керек. Бетіңіздің шырайлануы, жүрегіңіздің қатты соғуы, алақандарыңыздың терлеуі. Інжілде Христостың шәкірттері одан Құдайға жалбарынуды үйретуді сұрайды. Біз інжілге сену немесе сенбеуге құқығыңыз бар, әрине, бірақ мұнда мидың жұмыс жасауына қатысты маңызды ақпараттар көп болып тұр. Иисус былай жауап қатады: Құдайға жалбарыну кезінде сұрамағаныңызды өзіңізде бар деп сеніңіз. Сонда бәрі болады. Назар аударыңыз. Христос айтады, сіз жаңа ғана қол жеткізгеніңізге сенсеңіз, онда оған қол жеткізбейсіз. Ал егерде бұған дейін қол жеткіздім деп сенсеңіз, онда қол жеткізесіз. Сіз бір нәрсені тек қана қалап және үміттеніп қоймайсыз, ерекше ішкі жан дүниеңізде ой әлемі мен шығармашылық энергиясында қалағаныңыз туралы өтініш білдіресіз. Ми күшін пайдалану сұрақтарын жақсы білетін кез келген адам оның қуатты процесс екенін айтады. Мен сіздерге екі жақсы достарым Билл және Дженет Хендерсондермен болған қызықты бір оқиғаны айтып берейін. Олардың отбасы мүшелерінің саны тұрақты түрде көбейіп отырғандықтан, олар бәрі бірдей сиятын үй сатып алғылары келді. Әрине, қала үйлері ауыл үйлерімен салыстырғанда қымбаттау, ал олардың отбасы үлкен болғандықтан кең үй керек болды. Хендерсондарда ерекше талап болды. Тек қана үлкен үй керек емес, сонымен қатар үлкен теннис алаңы бар үй, және осының бәрі қолжетімді бағаға. Барлығы бір ауыздан сендер жұмсайын деп отырған ақшаға мұндай үйді сатып ала алмайсыңдар деп айтса да, Хендерсондар ешкімге құлақ аспады. Билл мидың күшін жұмыста және отбасымен қарым-қатынаста пайдаланғандықтан, оның шындыққа жанасатынына көз жеткен. Ол Дженетпен бірге болашақ үйлерін қиялдап, елестететін. 2 ай өткен соң, олар мені өздерінің жаңа үйлеріне қонаққа шақырды. Біз үлкен бау-бақшаны араладық. Ағаштарға, талдарға және гүлдерге қараған сәтте, олар ауылдың бір бөлшегін өздерімен бірге қалаға алып келген секілді сезінді. Кейін үйді аралап экскурсияда жасадым. Үйдің кең болғаны соншалық, отбасындағы әр бала өзінің жеке бөлмесі болды. Әр балада. Сонымен қатар жұмыс бөлмесі болды, демалыс бөлмесі де болды. Осының бәрі олар жұмсаймыз деп шешкен қаржы сомасына сатып алған. Қиял ғажайып ертегідей дедім мен. Осындай үй сатып алғаныңыз ғажап деп ойламайсыз ба? Билл жауабынан мен оның ми жұмысын терең түсінетінін байқадым және оның айтқан жауабын ешқашан ұмытпаймын. Жоқ, деді ол. Біз таңғалғанда жоқпыз. Біз өзімізді осындай үйдің иесі ретінде 2 ай бұрын елестетіп қойғанбыз.
Ол осы сөзді үлкен сенімділікпен айтты да. Расында да ол осы үйді 2 ай бұрын өзінікі деп есептеген екен. Билл мен Дженнет ішкі жан дүниелерінде 2 ай бұрын осы үйге өз құқықтарын білдірді, яғни ойша осы үйге иелік етті. Мұнда олар шешуші сөздер айтып, белгілі бір дауыс ырғағын пайдаланып, өздері үйдің иелері екендеріне күмән келтірмеді. Олар өздері қалаған үйді қашан және қайдан табатындары туралы ойламады. Тек қана осы үй өздерінікі болады деген сезімдермен ғана жұмыс жасады. Олар ойша осы үйге иелік етті. Маған көрсеткен нақты осы үй емес, себебі олар бұл үйдің бар екен туралы хабарсыз еді. Бірақ олар өздерінің нені қалайтындарын нақты білді, және бұл ой мақсаттарына жеткенге дейін олардың санасында қалыптасып орнықты. Бүгінгі таңда Хендерсондар ми күшін пайдалану мен ойды қалыптастыру тәсілдерін тәжірибеде қолданып қана қоймай, сонымен қатар өздерінің балалары өмірде сәттілікке және әл-ауқатқа қол жеткізушілері үшін оларға осы тәсілді үйретуде. Балаңа табиғаттың мүмкіндіктерін түсінуді үйретуден асқан мұра қалдыра аласыз ба? Біз бәріміз де осындай күшке иеміз. Ойлар бізді қоршаған ортаны жасайды. Ал ойды қалыптастыру тәсілі өзіңіз қажет деп тапқаныңызға қол жеткіздім деп миды бағыттаудан ғана тұрады. Көзге елестету жағдайындағыдай, ойды қалыптастыру әдісін мағынасыз қиялдаудан қайталау мен байсалдылық ерекшелейді. Сонымен қатар сіз сағыммен өмір сүрмейсіз. Сіз сізде жоқ нәрсені сізде бар ретінде қиялдап, оған сеніп, уақытыңызды бос өткізбейсіз. Ойды қалыптастыру бұл ойша жаттығу. Бұл жаттығуға күніне 5 минутыңызды арнап, 5 минуттық энергия жарылысын тудырасыз. Жаттығу барысында бір күніңізді қалдырмай, уақытылы жасап отырасыз. Қайталаудың маңыздылығын асыра бағалауға болмайды. Ойлаудың өзге әдістеріндегідей сияқты осы әдісті кезең-кезеңмен пайдалану тиісті нәтиже бермейді. Өзіңізге белгілі бір бағдарлама белгілеп, оны нақты ұстаныңыз. Өзіңіз армандаған затыңыз, оның сипатына байланысыңыз, қолыңызға тиді деген сезімді бойыңызда қалыптастырыңыз. Ол сіздікі. Осы сезіммен өмір сүріңіз. Оны сезініңіз, қуанып қобалжыңыз. Ол толыққанды сіздікі деп есептеңіз. Өзіңіздің жан дүниеңізде оған иелік етіңіз. Ойды қалыптастыру әдісін сәтті қолданудың 2 шарты. Біріншісі, осы әдісті өзіңіз қалаған затыңызға иемін, немесе өзіңіз ұмтылған арманыңызға жеттім деген оймен қолданыңыз. Екінші, мұны күнделікті жасаңыз. Өз уақытында, күніне 5 минутыңызды арнаңыз. Осы әдісті аптасына 1 сағат жасағанша, күніне 5 минуттан жасаған әлде қайда тиімдірек.